Selam dostlar, menga kanalıma hoş geldingizler. Bugün videonun артынан көрген жериңиздей. Bugün toy, кайтадан тойдан vlog. Bugün Айдананын тойы. Сиздерге кызык болот деп ойдам. Мен вот Кулянка басынан күтүп отурмун. Алгачкы рет өмүрүмдө биринчи рет вообще жалпы бир нерсеге эрте келип алдым биринчи рет. Азыр силерге кичине коллегимди көрсөтөмүн. Мен ойынның шартын түсіндірейін. Кәдімгі кез келген фрукты айтам, сіздердің аттарыңызда. Солды ортаға шығып билейді. Билеп атқанда келесі топты айтам, ол топ тұрады да келесі топ билейді. Кім? Oradan baslayın. Şapalağım kaybettim. Әне! Шабыт берейік, поддержка берейік жастарға.
Биді бастаған, алмаған қошемет қалай? Аға, алдына сальдодан кейін көрейік қошеметті. Клубникаға қошемет қалай? Тамаша. Грузинша? Өзбекше. Алма кеттік, алма. Әне. Давай. Міне тамаша. Шпагатты айтсаңыздар. Аха, так, биді бастаған, алмаған қошемет қалай? Алма. Достар, бақтарыңызға сәлем. Түсінгендеріңіздей мен уже Алматыдамын. Қазір жұмыста отырмын. Сторис айтқан болатын, біз жаңа адреске көшкен болатынбыз. Сол жаңа жерде отырмыз. Бағана көрген кофе машинада сол біздің жұмыста. Қазір жұмыста кофе машина қойып қойған болатын. Негізінде Алматыға келгенім өте көп күн болды. Тойдан кейін, одан тойдың вручениянын сіздер влогын көрдіңіздер. Біреу келатқан сияқты. Мен қазір уже үйге келіп отырмын. Сағат 5-ке 10 минут қалды. Күтіп отырмын кететін уақытты. Жаңа сөйлеп жатыр едім. Қасымдағы аға келіп қалды, қайтын тоқтаттым. Уже шықтым мен, уақытым өтті наконец-то. Мен, кстати, қазір үйіме өте жақын тұрамын. И прям сол өте жақсы қуаныштымын сол үшін. Мен уже үйдемін. Кстати, осы Алматыға келгенде түсірмедім деп сұрасаңыздар, менімен бірге Алматыға апа келген болатын, поэтому үйде біреулер болуы түсірген ұнатпаймын. Бағана шығарып салдым. Қазір мына жақтан бассейнге алып стиркаға қоя салу керек ертең жуғанға. Қазір сағат, как обычно, бір ма, қанша болып қалды сағат? 1:30. Қазір мен душқа баруға тұрған болатынмын. Так, мен сіздерге, кажется, тойдағы көйлегімді көрсетпеген сияқтымын. Мына жердің біреуіне әдемілеп іліп қойған болатынмын. Қазір көрсетемін сіздерге. Тауып алайын бірінші. Мінекей көйлек осындай. Көрдіңіздер ме? Ұзын, прям в пол. Еще кішкене де қалады в полда. Қолдары мынандай прям өте әдемі. И белдігі, осындай белдігі бар.
Так, қазір мен сіздерге айнаға көрсете салайын. Так, мінекей айнада осындай болады. Прям в полный рост. Көйлегім қалай екенін жазып кетіңіздер. Астына комментарийға. Мен негізінде алған кезімде тойға 3-4 сағат қалғанда шудан алған болатынмын. Прям уже не киетімді білмей, Алматыдан таппай шудан таптым. Шудың базарынан. Содан кигеннен кейін енді ұзын, қолдары да ұзын, жеңі де ұзын, өйтіп жабық көйлек болғаннан өзімді бір қызық сезіндім да, жарасып тұр ма, жараспай тұр ма деп. И сол күні сторисқа шыққан жоқ болатын. Кеше сторисқа салғаннан кейін барлығы мә саған қандай күшті көйлек деп прям өте жақсы комментариялар айтқаннан кейін мен өзімді прям самооценкам көтерілді. Сол үшін сіздерге үлкен рахмет. Әрқашан менің самооценкамды көтеріп жүретіндеріңізге. Достар, мен уже душтан шықтым. Қазір өзіме осы масканы істейін деп жатырмын. Вишидің минеральный маска. Болғаннан кейін бетім прям андай салқын болып қалады, свежий болып. Если мүмкіндік болып жатса, көріп жатсаңыздар, алсаңыздар, прям жақсы маска советую. Үйге келген барлық адамға давайте сіздерге істеп берейінші деп. Кеше апама да істеп бердім. Прям апаға да ұнады. Бетін кішкентай жаңадан туылған баланың беті сияқты идеальный болып қалады. Кстати, көп адам айнадан ұзатуын көрмеген ба, түсінбеген ба. Маған инстаграмға дайрект етіп жазды, той мартта болып қойды емес па, неге қайтадан болып жатыр или не болды деп. Мартта ол ұзату болған, ұзатудың влогын көрмесеңіздер астына тастап кетемін. Сондықтан көрсеңіздер болады. Ал мынау үлкен той болды, яғни свадьба, ол жақтың жасаған. Негізінде тойдан шашайым деп ойламаппын, бірақ шынымен де осы айда Құдайға шүкір әрине, той деген шынымен де өте көп болып кетті. Әлі айдың аяғы емес, тағы бір той бар. Әлі алда осы айдың аяғына қарай. Сол негізінде шынымен той көп болып кетті. Барлық қыз оптым үйленіп кеткен сияқты. Да, жақсы әрине барлығы бақытты болсын. Барлығы үшін мен шын жүректен қуаныштымын барлық подругаларым үшін. Қазір масканы жасап біттім. Енді масканы бір 10-15 минут тұрғанша мини уборка істеймін и төсек салып ұйқыға дайындаламын. Сіздер де, наверное, тойдың влогынан шаршаған шығарсыздар. Мені үйдегі домашний влогтан сағынған шығарсыздар. Үй жинайтын. Или сіздерге тойдың влогы ұнай ма, жазып кетіңіздер. И келесі влог уже уборканың влогы болады. Үйге уборка істеймін ертең. Жаңа влог бастап, сол үшін жоғалтамаңыздар, каналға жазылып қойыңыздар, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бота. Келесі видеода кездескенше, всем пока!